Баланы тәрбиелеме. Қазірге дейінгі жазылғандарды қорытындылай келе, баланы тәрбиелеме бәрібір өзіне ұқсайтын болады, өзіңді тәрбиеле дегім келеді. Яғни бұл сөз бала тәрбиесінің негізгі кітаптың өзегі деп айтуға болады. Бұл сөздің маған әсер еткені сонша кітаптың өзін осы атаумен атауды жөн көрдім. Сондықтан бұл кітаптың жанрын бала тәрбиесі деп емес, ата-ана тәрбиесі деп қарастырған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ өкінішімізге орай ата-ана тәрбиесі деген жанр кездестірмедім. Ондай жанр болса да ол кітаптар көп сатылатын кітаптар қатарына қосылмайтын сияқты. Себебі ата-ана тәрбиесі дегенге кім қызығады дейсіз? Біз бәріміз онсыз да тәрбиеліміз ғой, бізге тәрбиенің қажеті қанша деп ойлаймыз. Баланы тәрбиелеуге және оны өзгертуге келгенде бәріміз белсене атсалыссақ та, өзіміздің тәрбиемізге келгенде қызығушылығымыз саптыйлады. Менің ойымша бәрі керісінше болуы керек секілді. Баланың тәрбиесінен бұрын өзіміздің тәрбиемізді қолға алуымыз қажет. Бір күні әкесі мен баласы жолда келе жатады. Әкесі алдында, ал баласы артында. Біраз жол жүрген соң әкесі уайымдап ұлына былай дейді: «Балам, байқа, құлап қалма». Ал енді баласының әкесіне берген жауабына қараңызшы. Бүкіл әке-шешелерді ойландырарлық жауап деп ойлаймын. Баласы: «Әке, уайымдамаңыз, сіз байқаңыз, мен сіздің ізіңізбен келе жатырмын». Балалар біздің ізбасарларымыз. Біз қандай із қалдырсақ, олар сол ізбен бізге ереді. Егер біз дұрыс бағытта болсақ, олар да бізбен бірге дұрыс жолды таңдайды. Ал егер біз теріс жолға түсіп кетсек, олар да бізбен бірге теріс жолда адасады. Сондықтан ізбасарларымызға дұрыс із қалдырайық. Енді рұқсат етіңіздер, сіздерден бір сұрақ қояйыншы. Балаңызға жақсы тәрбие беру үшін ата-ана ретінде сіздің бойыңызда қандай болу керек ең маңызды қасиеттер деп ойлайсыз? Сізден өтінішім, бір сәт кітапты жауап осы сұраққа жауап ізденіп көріңізші. Ойыңызға келген 5 жауапты бір жерге түртіп қойсаңыз, сәлден кейін мен жауабыммен салыстырып көресіз. Егер сіз өз жауабыңызды жазған болсаңыз, енді кітапты ары қарай оқи берсеңіз болады. Міне осы сұрақтарды ата-аналарға арналған семинарларымда, онлайн марафондарымда өте көп сұрадым. Бұл сұраққа әртүрлі жауаптар келді. Жиі айтылған жауаптарды сізбен бөлісе кетейін. Сабырлылық, шыдамдылық, мейірімділік, имандылық, шынайылық, ақылдылық, тағы да басқалары. Ал менің жауабымды білгіңіз келсе, онда маған назар аударыңыздар. Балаға жақсы тәрбие бере алу үшін ата-ананың бойында болуы керек ең маңызды қасиет ата-ананың ерік-жігері. Егер ерік-жігер болмаса, бала тәрбиесі де болмайды. Яғни ерік-жігері әлсіз ата-ана бала тәрбиелей алмайды. Себебі ата-ананың ерік-жігері әлсіз болғандықтан, оның айтқан сөзі мен істеген ісі бір-біріне қарама-қайшы бола береді. Осылай ата-ана баласының алдындағы сенімінен айырылып, баласына әсер ете алмайтын жағдайға келеді. Ата-анада болу керек ең маңызды қасиеттің ерік-жігер екенін айтқан кезде, кейбір ата-аналар бірден түсіне алмай қарсы шығатын еді. Жоғарыда аталған жауаптардың ішінен имандылықтан да маңызды ма деп уәж айтатын. Я, имандылықтан да маңызды. Неге дейсіз ғой? Себебі имандылық пен күпірліктің арасынан иманды таңдай алу үшін де адамда иманды таңдай алатын ерік-жігері болуы керек. Дәл сол секілді балаға мейірімімізді көрсете алу үшін де ерік-жігер керек. Яғни қолымыздағы телефонымыздан бас тартып, баламызға көңіл бөліп, мейірімімізге бөлей алу үшін телефоннан бас тарта алатын ерік-жігер болуға тиіс. Демек, баламыз үшін кез келген нәрсені істей алу үшін бізде ерік-жігер болуы шарт десек болады. Егер ерік-жігеріңіз әлсіз болса, уайымдамаңыз. Себебі ерік-жігерді шыңдауға, оны күшейтуге болады. Оған арналған кітаптар, тренингтер, арнайы жаттығулар бар. Қаласаңыз, мен де сізге бір жаттығуды айтайын. Өте оңай жаттығу. Шынымен де ерік-жігеріңізді күшейткіңіз келсе, онда күніне 15 минут кітап оқыңыз. 1-2 күн оқу қатты қиындық туындата қоймас. Бірақ күнде 15 минут кітап оқу ерік-жігерді қажет етеді. Егер сіз мен үшін кітап оқу қатты қиындық
туындатпайды. Мен онсыз да күніне 1 сағат кітап оқуға дағдыланғанмын десеңіз, онда таңертең 5-те тұруды, тұрған соң жүгіруді, темекіні тастауды, немесе күніне 15 минуттан артық Instagram желісін қолданбауды таңдасаңыз болады. Яғни бұл жердегі басты логика, сіз өзіңізге қиын болған нәрсені таңдап, сонымен күресу арқылы өзіңіздің ерік жігеріңізді шыңдай аласыз. Абай атамыз мықты болсан өзіңнің нәпсіңді жең дейді. Демек сіз де өзіңіздің нәпсіңізбен күресіп, оны жеңу арқылы ерік жігеріңізді күшейте аласыз. Нәпсіңізбен күресіңізде сізге сәттілік тілеймін. Тапсырма номері 9. Өзіңіз көптен бері жеңе алмай жүрген, немесе дағдыланғыңыз келіп жүрген 3 нәрсені анықтап жазыңыз. Алдағы 40 күн бойы сол нәрсемен күресіп, өзіңізді жеңіңіз және дағдыланыңыз. Арнайы кесте дайындап, күнделікті белгілеп отыру дағдылануға өз септігін тигізеді. Бала көргенін істейді. Құрметті ата-ана, 2-ші бөлімде оқып белгілегендеріңізді бекіте түсу мақсатында төменгі видеоны көріп шығуыңызды сұраймын. Видеоны көру үшін смартфондағы QR-код сканер деген қосымшаға орнатуыңыз керек. Егер видеоны толық көріп шыққан болсаңыз, сізбен бірге 3 жағдайды бірге талқылайық. Бала әке-шешесінен көргенін асыра істейді, одан зорғысын жасайды. Бұл тұжырымға келуіме себеп болған мысалды жоғарыдағы видеоның қай көрінісінен байқадыңыз. Егер ойыңызға еш нәрсе келмей жатса, онда видеоны қайта көріп шығуды ұсынамын. Бала тек жамандықты қайталамайды, жақсылықты да қайталайды. Яғни ата-анасының жақсы әрекеттерін де өз бойына сіңіреді. Сондықтан қоғамдық көлікте, көшеде, үйде балаларымызға жақсы үлгі болып, олардың бойына жақсы қасиеттерді сіңірейік. Енді ең маңызды мәселе, көз тәрбиесіне тікелей әсер ететін тәрбиеші ретінде әке-шешені кінәлі қылып, баланың тәрбиесіне дереу әсер ететін нәрсе әке-шешенің өзара қарым-қатынасы. Бұл тұжырымның да мысалдарын видеодан көрдіңіз деп ойлаймын. Енді осы 3 тұжырымды аша түсейін. Жалпы бала тәрбиесіне ең қатты әсер ететін 3 тәрбиеші кім деген сұраққа жауап іздеп көрдіңіз бе? Сәл ойланып көріңізші. Бұл сұраққа қатысты жауабыңызды да әуелі бір жерге жазып қойыңыз. Кейін менің жауабыммен салыстырасыз. Егер дайын болсаңыз, менің жауабымды қабыл алыңыз. Әке-шеше, әке-шешенің өзара қарым-қатынасы. Мен айтып отырған 3-ші тәрбиеші сізге бейтаныс болуы мүмкін. Бұрын басқа жерлерден көп ести қоймайтын шығарсыз. Дегенмен бұл тәрбиеші өте маңызды және балаға дереу әсер ететін тәрбиеші болып табылады. Бала тәрбиесін зерттеу барысында байқағаным, жұбайлар арасы қарым-қатынасы түзелмей, бала тәрбиесі түзелмейді екен. Демек, баласына жақсы тәрбие беріп, оған жарқын болашақ сыйлағысы келетін ата-ана өзінің жұбайымен қарым-қатынасын жақсартуы керек. Бұл мәселеге байланысты да зерттеулер жасаған америкалық ғалымдар әке-шешесі көп ұрсысатын отбасыда өскен балалардың иммундық жүйесі әлсіз болып, аурушаң болады деген пікірді алға тартады. Бұл пікірлерін түсіндіру барысында себеп ретінде отбасыдағы аураның жаман болатынын, сол себепті балаларға кері әсер ететінін айтады. Орыс психологы Некрасов «Материнская любовь» деп аталатын кітабында махаббат кеңістігі деп түсіндіреді. Яғни отбасыда махаббат кеңістігі болса, бала мықты болады. Егер махаббат кеңістігі болмаса, онда бала әлсіз болады деген керемет ой айтады. Ал махаббат кеңістігі ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген махаббаты мен сыйластығынан пайда болады. Байқасаңыздар, мысалды әуелі Америка ғалымдарынан, одан кейін орыс психологынан бердім. Неге дейсіз ғой? Себебі бізде басқалар айтты десе жақсырақ қабылдайтын осал тұсымыз бар. Негізінде біздің аталарымыз бұл тұжырымды сонау атам заманда айтып қойған. Яғни америкалық ғалымдар мен Некрасов дүниеге келмей тұрып, біздің қазақ даласы осы қағиданы ұстанып келген. Біздің аталарымыз осы мәселеге қатысты не деп айтты екен? Сәл ойланып
қазақтың дана сөздерін есіне түсіріп көріңізші. Жарайды, сізді қинай бермей жауабын өзім айтайын. Аталарымыз отбасылық аура, махаббат кеңістігі деген тіркестерді береке деген бір ауыз сөзбен ғана керемет түсіндірген екен. Яғни берекесі қашқан отбасыда баланың мықты болуын күте алмайтынымыз айдан анық. Ендеше құрметті ата-аналар, берекеміз қашпасын. Бақытты бала тәрбиелеу барлық ата-ананың арманы емес пе? Бүгін сізбен бақытты бала тәрбиелеу құпиясымен бөліспекпін. Қабыл алыңыз. Бақытты бала бақытты отбасы шаңырағында тәрбиеленеді. Демек біз баламыздың бақытты болуын қаласақ, әуелі бақытты отбасы құруымыз және бақытты отбасы болуымыз шарт екен. Үйінде әке-шешесінің айқай-шуынан көз ашпайтын баланың өзін бақытты сезінуін күте алмаймыз. Көптеген отбасыларда бала дүниеге келе сала бірінші орынға жайғасады да жұбайлар арасы қарым-қатынасы екінші, тіпті кейде одан да төмен орындарға сырғиды. Дүниеге сәбиін әкелген ананың барлық ойы мен уақыты тек баласына арналып күйеуін ұмытып кетіп жатады. Яғни әйел адам ана атана сала тек қана ана болып әйел болуды, күйеуінің алдындағы жауапкершіліктерін ұмытады. Байғұс күйеу бір бұрышта өзімен өзі қалып қояды. Некрасов «Материнская любовь» атты кітабында әйел адамның бұл қатесі әкенің балаға деген суықтығын туындататынын айтады. Міне осы жағдайлар ерлі-зайыптылардың арасындағы махаббат отын сөндіріп, бір-бірінен суыта бастайды. Тіпті кейде ер кісілердің сырттан жылу іздеп кетуіне дейін алып барады. Сондықтан абай болайық. Әрбір отбасыда жұбайлар арасы қарым-қатынастың бірінші орында тұруы керек екенін ұмытпайық. Біздің кітабымыз бала тәрбиесі мен ата-ана тәрбиесін басты тақырып ретінде алғандықтан жұбайлар арасы қарым-қатынасын тақырыбын қысқаша ғана айтып өттік. Егер сізді бұл тақырып қызықтырса және жұбайыңыздың жүрегін жаулап, көңілін аулаудың сыр-қырын білгіңіз келсе, 10 сабақтан тұратын жұбайлар жарасымы атты менің авторлық онлайн курсымды қарап шығуды ұсынамын.